Ассаламағалейкум. Екіфқа YouTube каналының тұрақты көрермендері. Видеоны көрместен бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Қазақ тілді арнамызды қолдап, дамуына үлес қосып. Бүгін міне бұл бұқалардың кіргеніне 20 күндей болып қалды. 26 қаңтарда кіргізгенбіз. Бүгін 15 ақпан. Мына қызыл бұқа бүгін келді. 180 мың қалдым. Осы ауылдан алынды бұл. Мына қасқа бұқаны. Мына қасқа бұқа бұны тірі салмақта өлшеп көрдік. Бұл 185 кг шықты. Ала бұқа 170 кг шықты. Бұл екеуін 180 мыңнан көрші ауылдан алдық. Келумен 185 мыңнан болды. Бұл үшеуі алдында шығарылған екі бұқаның орнына келді. Қалған ақшасын өзіміз керегімізге істеттік. Қалғанына осы үш бұқаны алдым. Бұлар осы бордақыланып жатқан бұқалардың арасына кірді. Бұйырса бұлармен бірге шығады. Енді кірген кезде тірі салмағын өлшеп сол ауылда Таңжарық деген досқа өлшеттік. Машинамен апарып түсіріп, ерінбей жалықпай тұрып, көрейік сынақ қып деп. Белінде өлшеп көрдік. Бергісі 132 сәнті, ала бұқа 130 сәнті шықты. Сонда кестедегімен 5-10 келі ғана парық болды. Негізі кестемен бірдей болады екен. Енді кейін шыққан кезде көретін боламыз әлі. 5 айда 6 ай тұрады бұлар. Қызыл бұқаның жағдайы мынау. Бұл бүгін келді. Ал енді аны екеуі не 2-3 күн болды бұларға. Мыналар алдында міне 20 күндей болып қалды бұларға. Қалай ет жинап жатқанын айта кетіңіздер, пікір қалдырып кетіңіздер. Бұлар алдынан бергі тұрған бұқалар. Міне. Түскі шөптерін жеп жатыр. Бұларға міне 19 күн болды бүгін. Мынау бірінші күн кішкене жемей тұр. Мынау өз сиырымның баласы бұрыннан бергі тұрған. Қалған төртеуі келесі құрады. Мынаған сыйыспай келесі қораға байладық төртеуін. Мыналар мына қорада тұр. Кішкене үлкен ірілерін осы қораға шығарып тастадым. Анда сыйыспай. Көрермендердің сұрауы бойынша видео салсаңыз деп еді. Бұқалардың жағдайын көрейік деген. Міне 19 күн. Бұқалардың жағдайы осы. Бұларға енді бермек салатын боламыз. Арқалары қышынып, арқаларын жүн түсіп қалды.